Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Біз Сошым Алакөл ауданында Қабанбай ауылының бір шетінде осындай жердеміз. Сошым Делика от алдырамыз бұйыртса. Осының тұрғанына біраз болған машина екен. Дизель. Новый аккумулятор алып келдік. Быстрый старт алып келдік. Мына жақтың жағдайы осындай болып жатыр. Осыны бірінші от алдырамыз, и потом электричествосын бәрін реттейміз. Бұйыртса видеоның соңына дейін қараңыздар. От алған көресіздер. Причина неден болды, қалай болды, бәрін айтатын боламыз. Лайк басып, комментарий, репост, қолдау көрсетіп отырайық. Осының жігіттер, дизель от алды, міне турбинасын салып жатыр. Бұйыртса быстрый старт, горелка көмегі болды бізге мынаны от алдыруға жігіттер. Бірақ замокпен емес, стартердің тоғы арада прямой от алып тұр. Так, причина стартер тоже істемей қалған жігіттер. Міне өзінде тұрған стартерді алып тастадық, басқа стартерін салдық. Осының аккумулятор тоже дохлый, новый аккумулятор салдық. Осының солай жігіттер. Енді ұсақ-түйек тағы да жұмыстарын көреміз электричестводан. Мына замокпен от алатын жасау керек, қайтадан прямой емес, ар жақтан. Соның бәрін реттейтін боламыз. Қолдау көрсетіп, видеоның соңына дейін қарап отырайық. Деликаны айдап жүріп жігіттер, тяга жоқ ошын. Машина тартпайды вообще. Вообще жоқ. Газ басып тұрм, скорость осыдан аспайды. Осыны көруіміз керек. Бұйыртса мұн жақтың табиғат жақсы екен. Машина осы жүрмей тұр, короче, тартпай тұр. Осыны көретін боламыз, неден екен, и жасайтын боламыз. Жігіттер, Деликаны жасап бітірдік. Смело Делика ұрып тұрған міне. Қазір біраз проблемалар болған жігіттер. Жасадық, и тяга бағана тяга жоқ деп айттым ғой сіздерге. Сол турбинаның вакуумный шлангілері болған, воздух пен клапандардан содан болған жігіттер. Қазір мен тоқтаған кезде ол туралы кішкене ғана бір түсіріп кетем, мағлұматтар беріп кетем, қалай жалғану керек. Соның бәрін олымына жалғадық. Соны міне тяга деген өте керемет тартып тұр. Тауға қартай, міне мұнжақ өрге қартай смело. Солай жігіттер, қазір видеоның аяғына дейін қарайық, қазір көрсетем турбинаның вакуумный шлангілерін. Мен жігіттер, бүгінгі видеоны қорытындылайық. Нарада бағана машинада тяга пайда болды. Нарада турбинаның вакуумный шлангілері әрбір неге мына кәдімгідей қысым арқылы вакуумный шлангілерін реттедік. Жігіттер, вакуумный шлангілерін басқаша салған кезде машинада оборот ұстамай қалды. И орындарын ауыстырып басқаша салған кезде арт жақтан қара түтін кәдімгідей шығып, тоже машинада тяга болмай, мотордың жұмысы қиындады жігіттер. Сонымен схемаға қарап отырып, өзінің қай жерден мынарада мен көрдіңіздер, бір клапан тұр, астында тағы екі клапан тұр. Мынарада турбинаның несіне баратын, мынарда диафрагма клапан ашып жабатын, соған баратын жері. И мына жақта ауаға коллекторға баратын жақтарында шлангілер тұр. Осылардың орнын өздерінің несі бойынша салдық, схемасы бойынша. Содан машинада тяга пайда болды. И глушақтағы түтін тазарды жігіттер. Мынарда охлаждающий радиатор, бұл турбинаның ауасын охлаждать етіп тұратын радиатор. Бұның мынардағы термодатчигінің тоғын таптық, оны реттедік. Мынарада вентилятордың тоғын, ол реттедік жігіттер. Мынарада қайда кетіп қалды біздің неміз. Вот, мына жақ енді көрінбейді жігіттер, турбинаның өзі. И ол жақта астың жағынан бір шланг бар екен. Оны реттедік. Сонымен машинаның жұмысы өте жақсы болды. Тягасы жақсарды, несі тазарды жігіттер. Тағы да бірнеше фара-мара, оларды айтпағанда бірнеше жұмыстары болды. Оның бәрін қолдан келгенше реттедік жігіттер. Сонымен осы. Алдында білесіздер, машинаны біз бірінші от алдырған кезде стартердің тоғын мұнда плюске прямой қойған екен. И одан свича накал қыздыратын, оның тоғын плюске прямой қойды. Ол жақта плюс болмады, оны таптық. И нарда стартер өз как положено, өз замок зажиганиемен от алатын жасадық. Солай жігіттер, қорытынды осы. Кәнеке от алдырып жүрші. Қазір полпинкқа машина от алып тұр. Полпинкқа машина от алып тұр. Фара жақсы, дальний, ближний.
жанып өшіп тұр, көрдіңіздер жігіттер. Өсіре сал. Сол жігіттер, осымен видеоның соңы осылай жігіттер. Машинамыз осы. Реттедік. Видеоға репост жасап, лайк басып, қолдау көрсетіп кетіңіздер.